Ахмет Байтұрсынов айтып кеткендей, газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Ендеше ол халықпен бірге болуға тиісті. Жұртшылыққа ақпарат беруші, елдің сауатын ашушы құрал. Осы орайда Білімді ел газетінің челленджін Семей қаласы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжінен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі қабылдап алды. Білімді ел газеті бүгінгі егемен еліміздің білім саясатын қалың оқырман арасында байыпты насихаттап, оны халыққа жеткізудің алтын көпіріне айналды. Газет арқылы жұртшылық елімізде, облыста және ауданда жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар, қолға алған жұмыстар мен жобалар туралы дер кезінде хабардар болып отыр. Бүгінгі таңда ақпараттық технологияның дамып тұрған шағында бәсекелестік күшейіп, 21 ғасырдың жаңа көзқарасына тойтарыс беріп, санаулы ғана басылымдар өздерінің эксклюзивті, қайталанып басылмайтын мақалалар арқылы оқырмандарын сақтап қалды. Соның бірі Білімді ел газеті. Оқысаң газет журнал білімін тасар, адамдай болар, әрі ақылдасар. Үйреніп білгі өнеге өз-өзіңнен боларсың, белгілі тау биік асар. Тұрмағанбет істіле бола. Шынымен де газет қазақ қоғамының ұлттық құндылықтарын дәріптейтін рухани қазынамыздың жаршысы іспетті. Бүгінгі жастарға ақпарат толқында адаспай, қажет ақпаратты саралай білетін баспасөзді оқи білейік дегім келеді. Құндылықтарды құлдыратпау өз қолымызда. Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі Білімді ел газетінің челленджін Бейсен Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжіне жолдайды.